Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Келі YouTube арнасы. Қалайсыңдар достар? Жағдайларың жақсы ма? Бүгінгі видеороликте тек қана жасыл киіммен топтыра аламыз ба деген видео болатын болады. Видео бастамай тұрып лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біздер бастаймыз. Короче, міне жасыл, фон жасыл, полный жасыл. И біздер коллекцияда онша жасыл көп болмағандықтан, біз X78 и так X78 бізде и дробашпен ойнайтын боламыз. Міне. Так, мына жерде жасыл заттар болмаған, транспортты жасыл қылдым. Рюкзак тоже жасыл, лутбокс тоже жасыл, доска жасыл аралас, парашют тоже жасыл аралас енді. Фон жасыл, аватар тоже жасыл. Оружиеға келетін болсақ бізде міне. Сразу тез айтып кетейін. Так, МК-да жасыл болмаған, АК-да жасыл цвет дауысын алдым. Негізі осыны мен өзім ойнаймын. Енді тоже жасылдау аралас. Енді купидонда жоқ, онда жасыл. Жоқ та шығар. Так, мына жерде жасыл жоқ. Міне жасыл осы. Сосын дробаш бізде мына жақта. Опа. Міне осы жасыл бізде. Опада бізде жасыл тоже жоқ. Сондықтан мен дробаш и X78-мен ойнаймын. АБМ тоже болатын жасылдау аралас. Видео бастамай тұрып лайктарыңызды басыңыздар. Гранат тоже мынандай жасыл жоқ болды. Мынау параң жасыл, енді сәл примерно жасыл. Мынау жасыл екен бізде. Так, бізде бита жоқ, битаны алмаймыз. Паранг алуға болады бізде. Граната жасыл, мін стенка жасыл. И достар, видео бастамай тұрып лайктарыңызды басып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді біздер бастаймыз. Короче, менде оттяжка бірдеңелі кетпей жатса, менде DPI 800-бен ойнап жатырмын. Көріп тұрғандарында мін заттар мін мына жақта астыда. И оттяжка бір-екі нәрсе кетпей жатса, ренжімеңіздер. Сәл енді үйреніп жатырмын. Осы DPI-мен 800 деген DPI-мен ойнап жатырмын. Сендер қандай DPI-мен ойнайсыңдар, комментарияға тоже жазып кетіңдер. Ал достар, бізде міне каткамызға да келіп жеттік. Бізде Бермуда картасы, бізде, короче, мен екінші орында тұрмын, нормально, вроде. 292 медал. Бүгінгі бірінші рет ойнап тұрмын, ата-аналардың медалдан айыра алатын ем. Смело деп мақтанып отырайық та. Короче, кеттік ал. Қайда секіреміз? Пикке секірмейміз. Бізге топтыралу керек. Өйткені жасылар уже. Еще X78 табылу енді біраз қиындық табады. Өйткені бізде шағында іздеген оружияларын табылмай, бір қайда кеткен таба алмай бірдеңе болып қуып, общем болып кетеді ғой. Бізде X78 дробаш ғана емес, АК-мен де ойнауға болады. Өйткені АК-да бізде тоже жасыл. Міне скейтборд жасыл. Үстім бәрі жап-жасыл. Не болып жүр ана жап-жасыл деп. Короче, кеттік. Жерде жасыл, бізде жасыл, жүректе жасыл. Не істеді мынау? Кеттік ал. Лут айтып алайық кішкене. Телефон қата тұрмай, мен қата тұрмын. Ана сковородка жасыл емес екен, алып тастау керек қазір. Адам келмейін шығар. Аптечка жасыл алуға болады. Так. Ну, достар, біздер уже полный жасыл алдық. Мына жерге кіріп, кішкене заттар тастап аламыз. Керек емес заттар толып қалды бізде. X78 тапсыққанда очень жестко баратын. Өйткені бізде шын АК өмірінде атыс көрмеген, даже оттяжка кете ма, кетпей ма, даже білмеймін. X78 болғанда зор болушы еді. X78 таппадық, өкінішке орай. Бізде стенка лутай жетілмеген жерлерде бар екен тоже. Яқты лутай жетпедім, негізі қойшы бірақ. Лутай жетуге де желание жоқ. Так, бүйтіп, ой. 4x бар бізде, я? Бар. Кеттік ал. Охотаға шығып қайтайық біздер. Охота. Бізде уже 22 адам қалды. Лутать етіп болам дегенше уже 22 адам. Всегда сондай. Сендерде рейтингтерің қандай? Менде платина 2-де жүрмін әлі. Еще грантқа көтеруге менде уақытта жоқ, шын айтқанда. Сендерде қандай рейтингтерің тоже комментарияға жазып кетіңдер. И достар, короче, менде видеоны көбінесе сөйлеп түсірейін ба, или как обычно сөйлеп берейін ба, соны тоже комментария жазып кетіңдер. А то дейтін біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды деген сияқты. Егер жаңағы фабрикадан түскенде өлтіріп саған біреу тік етіп қойып. X78 сонымен жүрмін. Болды, бізде адам ұш. Болды, екі адам бізде. Дрон көрсетті, дрон от души, спасибо. Маған қарай жүгіріп келіп отса тіке. Көренбейді. Ближнейді атыс атса, арқаны жық кетіп қойып. Мына. Блин, сырадың ғой сен прям.
Ой. Прицелсыз атам қазір. Метка жақындап келіп жатыр. Ош. Қорқып кеттім ғой. Зажим үшін ренжімеңдер. Мәші. Сонша атады еш. Денем тесіп тастады. Асықпай лутать етіп аламыз. Сен жаңа бот сияқты лутать етіп атсын демеңдер. Адам жоқ қой уже мына біліп тұрсың. Курятникте адам бар. Акам айттым атсамайын деп. Сендер қоймадыңдар. Маған гранатаны қолдануға болады себебі. Так, видео мына адам. Ой. Прицел таппайсың хотя бы. Ойбай. Ойбай, жанымда тағы адам жүр. Ат. Biz atış olsun. Блин, зажим çıktı. Кто alır bizi? Ata uyulu görüyorum. Ne зажим сила. Дым ренжімендер достар. Вообще қолым жүрмей жатыр ма? Бірдеңе болып кетті. Еще менде пинг. Дым ренжімендер достар. Зажим шықты. Осындай болып қалды. Мақта бір ауырпасы қалып жатыр. Ой, төбедегі адам өліп қапты. Мен мақта екі адам атысады. Күтіп алу керек болып жатыр бізге. Мен үш адам, мына жақта тағы адам бар оң жағында. Пәскелер қашып бара жатыр. Дронда қашып бара жатыр бізден. Қайдасың, келе. Кел давай. Кел давай деп атпен. Мына жақтан біреу атады ғой. Ананы атып атсам, мына жақтан мен атады ғой. Тупой. Атсай алай. Экран қатып атыршы. Ұнамай атыр өзім. Не боттар сияқты қимылдап тұрмын мен. Давай. Шық. Қайда кетті ана? Шығай басына беремін. Балақбай. Арттағы адам жаңадан күтіп алайық. Келді упорында уже. Зажим сила. Вообще дровошмен атсамай қаппын. В общем, атсамай қаппын. Ну что, зажим сила екен айтып тұрмын. Глушак артығымен алып. Вообще атсамай қаппын ғой, ебаны дровошмен. В общем, атсам. Так, көтекші. Дровошменді 30 оғын тастайын ба, или нормально. Аптешке еріп көзеші. Я қайда е? Міне. Ей, не істеп жатырмын мен? Басыма берейін.
Ей, басына бердім қой. Бәсе болды. Зажим сила екен білем. Оның алдынан күтіп алыпты, түсінікті. Басына бердім 119. Ака мен айтамын, ауыр қозғалды глушакпен ше. Басына бердім. Сен кеш қойғаным үшін дым рөнжен. Ойнамай атым теді. Шығай. Бас көріп тұрған сияқты бат атсың. Екеуміз бір-біріміз көріп. Гранатасын көздеп тұр ғой. Лайктарыңыз басып барына жазуды ұмытпаңыздар. Біз топ 2 алып қалдық. Өкінішке орай енді әрине. Мына жерде міне кеше ойнаған кезде топ 1 алған болатын, бірақ бұл видеоны түсіре алмай қалдым. 9 килл, 2 хедшот. Мен видеоны басып қойғам и өшіп қалған ғой. Енді жерде бағана комната атысқан болатын, нормальный хедшоттар кетіп жатқан. Дайындалып алдым алдын ала видеоға. Енді 64 плюс нормально. И одан алдым 2 рет қадалдым. Просто қадалдым бардым да. Боттар есе крысовать етіп отыра береді бір жерде шын надалым шапшы. Прям осы видеоны еңбектен түсірдім деген ойдамын. Енді видео ұнаған болса лайктарыңызды басып, арна жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Келли YouTube арнасы. Сіздер қолдаған сайын менде бір лайк, бір мотивация, бір видео түсіруге деген желание деген сияқты. Так что лайктарыңызды басып, арна жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Келли. Давайте. Достар, видеоның соңында мен Келли 666 деген каналымды көріп кетсеңіздер болады. Бұл жақта хайлайттар шығып тұрады. Енді 3 неделя етіп тұр. Енді күнделікті видеолар салып тұрамын. Так что осы каналға жазылыңыздар. Прям осындай хедшоттар, әдемі жесткий хедшоттар көргілеріңіз келсе, прям жазыңыздар.